Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар мен балабақша тәрбиешілері. Бүгін біз сіздермен баламен үйде ойнауға болатын тағы бір ойын түрімен танысатын боламыз. Бұл ойынның түрі мұнаралар деп аталады. 4 жастан жоғарғы балаларға арналған ойынның түрі. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге дырақол қажет болады. Осындай суреттер қажет болады. Суреттерді принтердің көмегімен шығарып аламыз. Ламинация қажет болады. Осындай колечко, қайшы керек болады. Ең алдымен жұмысымызды осылай жануарларды рамкасымен қиып аламыз. Және де жануарлардың көлеңкесі түсірілген карточкаларды осылай рамкалармен қиып аламыз. Барлығын ламинацияға орналастырып аламыз. Ламинацияға орналастырған кезде аралары кішкене ашық болуы керек. Біз ламинациямен бірге қиып алатын боламыз жануарларды. Осылай барлығын әдемі етіп жайғастырып аламыз. Суреттеріміз дайын. Енді карточкаларымызды ламинацияға орналастырамыз. Карточкаларымыздың да аралары кішкене ашық болуы қажет. Мінекей барлығы дайын. Енді ламинатордың не болмаса үтіктің көмегімен жабыстырып аламыз. Осындай ламинатордың көмегімен өткізіп алдым. Алдыңғы видеода қалай үтікпен ламинация жасауға болатындығы туралы де айтып өткенмін және де көрсеткенмін. Ламинатор болмаса солай ламинация жасасаңыздар да болады. Барлығын өткізіп алдық. Енді рамкалармен тағы да қиып шығамыз. Карточкаларды осылай дырақолдың көмегімен тесіп шығамыз. Және де колечкамызға өткіземіз. Бұл ойынымыздың негізгі мақсаты көлеңкелері бар шаблондардың бірін басшылыққа ала отырып, түрлі түсті жануарлардан мұнаралар тұрғызу болып табылады. Ойын бейнелі және логикалық ойлауды, зейінді, бақылауды, табандылықты дамытуға мүмкіндік береді. Және де бала қолмен, яғни қолдың ұшымен жұмыс жасағандықтан баланың ұсақ қол моторикасын дамытуға да өте көп үлесін тигізеді. Баланың тілдік қорын дамыту үшін сіз мысалы мына жануардың үстінде қай жануар? Бұл жануардың аты қалай деп баланың тілін дамытуға да өте көп септігін тигізеді. Экранда көріп тұрған суреттеріңізді скрин жасап алыңыздар. Міндетті түрде принтердің көмегімен шығарып, ламинация жасамасаңыздар да міндетті түрде баламен ойнап көріңіздер. Өз балаларыңызды дамыту тек қана өздеріңіздің қолдарыңызда. Сондықтан баламен ойнаудан еш уақытта жалықпаңыздар. Видео пайдалы болған болса, ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл сіздердің азғантай уақыттарыңызды алады, бірақ маған өте керемет мотивация болады. Келесі видеоларда кездескенше.